Ассалаумағалейкум, армысыздар қазақ елі. Осы көптеген жергілікті балықшылар, спорттық әуесқойлық балықшылар, жергілікті тұрғындар осы балықтар жайлы көптеген мәліметтер сұрайды. Соның ішінде мысалы өзіміздің Қызылорда облысы өңірінде Қазақстанның қызыл кітабына енген жойылып кеткен балықтар жайлы қандай да бір мәліметтер бар ма деген сияқты. Жалпы Қазақстан Республикасы аумағында бүгінгі таңға дейін 150-ге жуық балық түрлері мекендеген деп саналады, есептеледі. Олардың қазіргі таңда 18 түрі Қазақстан Республикасының қызыл кітабында. Ол 18 түрдің бірнеше кейбір түрлері қазір мүлдем кездеспейді деуге де болады. Оларға мысалы Арал албырты, Сырдария тасбекіресі сияқты ерекше балықтар қазіргі уақытта олар мүлдем кездеспейді деуге болады. Енді жалпы Қазақстан бойынша емес, осы бір ғана өзіміздің Түркістан, Қызылорда облыстарынан ағып өтетін Сырдария өзені, Арал теңізі бойынша айтатын болсақ, қазір 6 түр Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген. Олар мысалы кездесіп жүрген түрлерді айтатын болса, олар Арал қаязы, Түркістан қаязы, бұлар аз-аздап кездеседі. Сонымен қатар жаңағы жойылып кеткен түрлерге айтатын болсақ, Сырдария тасбекіресі, Арал албырты сияқты балықтар және шуковидный жерех дейді, шортан тәрізді ағымарқа. Тұмсығы шортан тәрізді болғандықтан шортан тәрізді ағымарқа дейді. Осы балықтар, осы 6 түрі қазіргі таңда қызыл кітапта. Осылардың ішінде жаңа айтып кеткенімізде Арал қаязы, усач дейді орысша, мұртына байланысты. 2 жұп ірі мұртшалары бар. Бұлардың ішіндегі жаңағы түршесі, Арал қаязының түршесі Түркістан қаясы. Олар тек Сырдария өзеніне құятын, Түркістан облысы аумағындағы таулы Қаратау жотасынан құятын өзендерде мекендейді. Мысалы Келес, Құркелес деген сияқты, Арыс, Боралдай сияқты өзендерде кездеседі. Бірақ олар Арал қаязынан ерекшелігі, олар тек таулы өзендердің, Сырдария өзені мен таудың аралығындағы арнада ғана мекендеп уылдырық шашады. Менің естуімше осы Қызылорда облысы аумағында мысалы шортан тәрізді ағымарқа кездеседі дейді балықшылар. Бірақ ол нақты мәлімет деп айтуға болмайды. Өйткені балықтың түрін ажырату, оны зерттеу керек, барып қарау керек. Негізгі осы Сырдария тасбекіресі жайлы айтатын болсақ, Сырдария тасбекіресі қазір Сырдария бойында мүлде жойылғанымен, Амудария, көрші Өзбекстан аумағында Амудария өзенінде кездеседі. Өзбек халқы қазіргі уақытта оны қолдан өсіруді жолдарын қарастырып жатыр. Ол жайлы осы ютубтан, ұмытпасам, аквариумде осы ғалымдар тірідей ұстап, жаңа аквариумге салып қойған. Сол жайлы бір роликтен көріп қалғанбыз. Біле жүрген дұрыс, негізгі осы қазіргі ау құралдарына жиі кездесетін Арал қаязы, аральский усач дейміз. Бұл балықты ұстаған кезде өте абай болып, поймал отпустил заңдылығы бойынша қайтып, өзіңіз видеоға түсірсеңіз де болады, өзіңізді фотоға түсірсеңіз де болады, бірақ міндетті түрде жіберіп жатқан моменттерді, жіберіп жатқан сәттерді түсіру керек бұл балықты ұстаған жағдайда. Жалпы сирек және жойылып бара жатқан балық түрлері бойынша мәліметтерді көпшілікке жариялау керек секілді, себебі көптеген жергілікті тұрғындар бұл балықтар туралы мәліметтер біле бермейді. Осы қызыл кітапқа енгізілген балықтардың көпшілігі адамзаттың табиғат ресурстарын шектенсіз пайдалану әсерінен болған. Айта кететін болсақ, Сырдария өзенінің бойындағы егістік алқаптар, суды шектенсіз пайдалану және де суды реттеу үшін салынған бірнеше гидротехникалық құрылымдар, мысалы Қызылорда Арал қаязының негізгі кедергі болған
жаңағы Әмудария өзенінде Қарақалпақстан аумағында салынған жаңағы бөгеттер судың Әмударияның бойына салынған, сосын Қызылорда су торабы, Қазалы су торабы, осылар және Шардара су электр станциясы, осылар негізгі балықтардың көшіп қонуына, жоғары қарай өрістеуге шығуына кедергі жасайды. Сәйкесінше бұларда рыбоход дейміз, балық қорғау, балық өту құрылғылары дополнительный жанына қосымша салынады. Бірақ бұл салынғанда, бірақ бұл балық өткізу құрылғылары көп жағдайда өзінің функцияларын айтарлықтай адам ойлағандай атқара алмайды. Сондықтан бұларды қазір қолдан көбейтудің ең оңай жолы қолдан өсіретін жағдай жасау. Ол үшін кешенді ғылыми зерттеу жұмыстары жасалу керек.